Сәлем, видеоны көрместен бұрын YouTube каналға подписация етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Көміртек, оттек, алюминий, хлор, кальций элементтерінің атомдық нөмірін, период және топ нөмірлерін анықтаңдар. Сіздерге түсінікті болу үшін 4 бағанға бөлдім. Біріншісі элемент, екіншісі атом нөмірі, үшінші период, төртінші топ. Алғашқысы көміртектің атом нөмірі 6-ға, периоды 2-ге, тобы 4-ге тең. Ал оттектің атомдық нөмірі 8-ге, периоды 2, тобы 6-шы топ. Алюминийдің атомдық нөмірі 13-ге тең, периоды 3 және де тобы, яғни 3-ші топта орналасқан. Хлордың атомдық нөмірі 17, ол 3-ші периодта орналасқан және оның топ нөмірі 7-ге тең. Кальцийдің атом нөмірі 20-ға тең, 4-ші периодта орналасқан, топ нөмірі 2. Екінші сұрақ. Келесі элементтер үшін жетіспейтін деректерді жазыңдар. Бірінші элемент азот, атомдық нөмірі 7, атомдық массасы 14, протон саны 7, нейтрон саны 7, электрон саны 7. Келесі фтордың атомдық нөмірі 9, атомдық массасы 19, протон саны 9, нейтрон саны 10, электрон саны 9. Келесі алюминийдің атомдық нөмірі 13, атомдық массасы 27, протон саны 13, нейтрон саны 14, электрон саны 13. Келесі күкірттің атомдық нөмірі 16, атомдық массасы 32, протон саны, нейтрон саны және электрон саны барлығы 16-ға тең. Келесі калийдің атомдық нөмірі 19, атомдық массасы 39, протон саны 19, нейтрон саны 20, электрон саны 19. Келесі темірдің атомдық нөмірі 26, атомдық массасы 56, протон саны 26, нейтрон саны 30 және электрон саны 26. Келесі мыстың атомдық нөмірі 29, атомдық массасы 64, протон саны 29, нейтрон саны 35 және электрон саны 29-ға тең. Үшінші және төртінші сұрақтарды ауызша сіздерге айтып кететін боламын. Оларды жазып қажет емес. Үшінші сұрақ. Элементтердің келесі қатары берілген. Сәйкестікті табыңдар. Асы элементтің 7 электроны бар. Бізде 7 электроны бар, ол азот. Әсі элементтің 4 энергетикалық деңгейі бар. Бұл кальций. Осы аталған элементтердің ішіндегі дұрыс кальций. Бысы элементтің соңғы электрондық қабатында 5 электрон бар. Бұл фосфор. В элементтің 12 нейтроны бар. Бұл натрий. Төртінші сұрақ. Периодтық жүйедегі орнына қарай элементті анықтаңдар. Асы 3-ші период 4-ші А топта. Бұл кремний. Әсі 2-ші периодтың 8-ші А топта орналасқан, ол неон, және бысы 1-ші период 1-ші А топта, бұл сутек.